Вау, шай келді. Ал шайыңызды әкеле беріңіз. Майра әпке, мына біздің мировой ханымдардағы екі ханымыз бойдақ. Бір қызымыз айтады, жағасы жеңі қызыл болу керек, костюм кию керек, директор болу керек дейді. Екіншісі айтады, практичный болсын дейді. Мен айтып жатырмын, қолынан іс келетін іскер, иманды еңбеккер болсын деп. Енді сіз ұлттың анасы, мықты психолог, сізден өткен психолог жоқ. Сіз не айтасыз? Енді еркектің басын төргеде, көргеде сүйрейтін әйел деп атамыз ғой. Негізі әйелдің өзі бір қолмен бесік, бір қолмен әлем тербетіп жатыр. Значит, бір еркек тербете алмай ма? Сондықтан еркектің анау санасы дұрыс, көзі көретін, екі аяғы бар, екі қолы бар, тірлік істесең істейтін жігіт болса болды ғой. Қалған әйел управлять етеді. Әйел мойын, еркек бас. Қандай болса да еркектің жаманы жоқ. Соңын қосыламыз ғой қазір. Әрине қосыламыз. Бұл бар ғой, кім анау кім бар ғой? Шыңғыс. Шоқан Уәлиханов бар ғой? Сон мынау нені әлемді зерттеген кезде осын дәлелдеген әйелдің управлениесімен еркектің жүретін, мықты еркек болса да. Ана бір жерге келген ғой, Араб елінде ма, бір елге келген Мысыр жеріне ма, сонда меруеттің үйі қайда деген кезде әйел беткен ғой, алдыма түс деген. Сөйтіп бір уыс тас алғанда еркектің алдына лақтырып отырып меруеттің үйіне дейін апарған. Соны Шоқан Уәлиханов жазған. Сонда көрдің бе, әйел артта жүріп еркекке тас лақтырып отқан, қайқа бұрылатын. Так что артта жүр, еркектің артында жүр. Бірақ тас лақтыруды ұмытпа, қайыққа баратынды ұмытпа. Міне, көрдіңіздер ма қыздар? Ең бастысы иманды еңбеккер болсын. Тас лақтырсаң еркектің жаманы жоқ.